Армысыздар тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Өмірде болған оқиғаларды, әсерлі әңгімелерді тыңдағыларыңыз келсе, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Әрбір комментарий менің кейіпкерлерім үшін өте маңызды. Аяла әкесі мен анасынан айырылып қалған кезде небары 3 жаста болатын. Сол күні ойнап отқан Аяланы анасы жүгіріп келіп, орнынан көтерді де, диванның артына жасырып, қандай жағдай болмасын шықпай, үндемей отыруын дайындады. Кенет айқай-шу басталып, әкесі мен анасының жан айқайы естілді. Кішкентай періште қыз не болып жатқанын ұғалар емес. Анасының қандай жағдай болса да шықпа деген сөзіне құлақ асып, екі құлағын кішкентай қолдарымен бекітіп, көзінен мөлдір моншақтай жас тамшылары төгіліп, үн-түнсіз отыра берді. Біраз уақыт өте келе, айқай-шу басылған соң, әкесі мен анасын дауыстап шақырды. Ешқандай жауап жоқ. Қорқынышқа толы көздерімен айналаға бір көз жүгірдік. Аяла жерде қанға боялып жатқан әкесі мен анасының денесін көріп, есінен танып қалды. Иә, сол кезде қанішерлер Аяланың әкесі Нұрлан мен анасы Розаны аяусыз өлтіріп кеткен болатын. Айқай-шуды естіген жан жағындағы көршілер жедел жәрдем полиция шақыртты. Дереу Нұрланның жалғыз інісі Ғалымжан жетіп келді. Ел, жұрт, бүкіл ауыл жиналып, болған жағдайға қабырғалары қайысты. Жиналғандардың бірі болған жайға Нұрланның дүние, мал-мүлкі кінәлі десе, енді бірі бұл сөзді құптамайды. Құптауға да негіз бар. Өйткені үйден бір түйір затты ұрланбаған. Әр санада әр түрлі сан ғой. Әркім өз қалауынша болжам жасауда. Ақ пен қарасын ажырату уақыттың еншісінде. Жедел жәрдем қызметкерлері кішкентай періштеге көмек көрсетіп, Аяла аз уақытта есін жинады. Болған жағдайдың жалғыз куәгері не бары 3 жастағы ойын баласы болатын. Полиция қызметкерлері болған мән жайға байланысты бірнеше сұрақ қойды. Алайда қатты қорқып қалған балақайда еш үн жоқ. Бәрін айтқысы келіп қанша тырысса да еш дауыстап сөйлей алар емес. Қолынан келмеген соң ағасы Ғалымжанды қатты құшақтап шылай берді. Дәрігерлер қызды қинамауын сұрап, жедел жәрдеммен ауруханаға алып кетті. Полиция қызметкерлері тергеуді жалғастыра берді. Көріп білген ешкім жоқ. Өте әккі қанішерлер ешбір айғақ із қалдырмаған. Тек қана жанында тұратын көрші әйел сол күні Нұрлан мен Ғалымжанның қатты жанжалдасқандарын айтып еді. Сіз не айтып отырсыз? Есіңіз дұрыс па, сонда өз ағамды өзім өлтіремін бе? Мен саған өлтірдің дегенім жоқ, тек көрген естігенімді айтып тұрмын. Полиция қызметкерлері Ғалымжанға күдікпен қарап тұрған болатын. Ғалымжан жерге тізерлеп отыра қалып, аспанға қарап жан даусымен айқайлап жылап желді. Иә, бүгін ғана ағаммен ренжісіп, сөзге қалып қалған едім. Бауырлардың арасында ондай болады емес пе? Ренжісе, өлтіре береді ме сонда? Сендер не менің қан жылап тұрған көзімді көрмейтіндей соқырсыңдар ма? Маған күдікпен қарағанша барыңдар, ағам мен жеңгемді өлтірген қанішерлерді табыңдар. Егер таппасаңдар, ісім сендермен болсын. Ғалымжан, біз сізді кінәлап тұрғанымыз жоқ. Қылмыскерлерді табу біздің де борышымыз. Тағы бір түсінбейтін жайт, сіз болған жайды қалай, кімнен білдіңіз? Есуас, не мен өз ағамның үйіне келу үшін сенен рұқсат сұрауым керек пе? Ғалымжан, есіңізді жинаңыз. Бұл біздің жұмыс, жарайды. Алдағы уақытта сізбен байланыста боламыз. Алла сабыр берсін, иманды болсын. Артынан қалған ұрпағына Алла жар болсын. Ұзақ уақыттық ерегістен соң әркім өз жұмысына кірісті. Ғалымжан жақында ғана үйленген жары Балжанға хабарласып, Аяланың жанына ауруханаға баруын сұрады. Болған жайды естіген Балжанның да қабырғасы қайысты. Араға күн салып, Нұрлан мен Роза өз үйінде жаназа намазы оқылып, жер қойнауына тапсырылды. Аяланы ағасы мен жеңгесі Балжан өз қамқорлықтарын алды. Аяланың марқұм анасы Роза
жетімдер үйінде тәрбиеленіп өскендіктен аға жеңгесінен басқа ешкім жоқ болатын. Заң жүзінде асыраушы ретінде Аяла кәмелет жасына жеткенше Нұрланның мал мүлкіне Ғалымжан иелік етті. Ашық жарқын ешкімнен қысылмайтын Аяла сол күннен бері сөйлеуден қалды. Ойнауға да құлқы болмай, төсектен тұрмай жата берді. Уақыт зырылдап өте берді. Аяла ешкім мен тілдеспейтін, адамға жоламайтын, өте тұйық қыз болып өсіп кетті. Ерте есейді. Араға 1 жыл өтіп Ғалымжан ұлды болды. Сол күннен бастап Аяланың өмірі тозаққа айналды. Балжан не бары 4 жастағы қызға бала қаратып қойды. Ананы алып кел, мынаны анда қой, ананы төгіп кел, сөрт. Бұл сөздерді Аяла сан мың рет естейтін. Істемесе, ағасынан сөгіс естиді. Періште қызға тіпті ас су ішуге мұрша бермейтін. Қатал тағдыр Аяланы қатты сынға алды. Әбден қашып біткен қыз сол күні есікті ішінен кілттеп, көрпенің астында әкесі мен анасының суретіне терміліп, ұзақ уақыт жылады. Жұмыстан келген Ғалымжан үйге кірген бойда Аялаға барды. Есікті қақып еді, еш жауап жоқ. Есікті ашпады. Балжан, Балжан, ау, не болды? Неге айқайлайсың? Мен мына қызға тағы не істедің? Неге тыныштық бермейсің, обал емес пе? Обал, не сонда маға? Оған берген ас, ауқаттың обалы емес пе? Итке ас сонда. Ас берсең де пайдасы тиеді. Оның да бір пайдасы тисінде. Балжан, сен не айтып тұрғаныңды білесің бе? Сенің шалқып тасып жүргенің, кең сарайдай үйде тұрып жатқанның кімнің арқасында білесің бе өзің? Білем, қойшы болды. Баламды шошыттың, жарайды болды. Осы жерден тоқтайық, ас тамағыңды іш жүр деді. Балжан қулыққа басып жанжалдың өрбуіне жол бермеді. Алайда бұл Балжанның Аялаға жасағанына өкінген емес. Тек жоспарының бір бөлігі еді. Таңертең әдеттегідей Ғалымжан жұмысқа жол тартты. Балжан дереу Аялаға қарай бет алды. Есіктің сыртынан кілтпен ашып, жылай-жылай бет аузы ісіп кеткен тәтті ұйқыда жатқан баланың ұйқысын бұзып, шашынан жұлқылай бассалды. Ұйқыдағы балақай шошып оянды. Оңбаған, жетімек, бейшара, кіп-кішкентай болып алып, өр көкіректігін қарашы мына бәленің. Бала емес, басыма біткен бәлесің сен. Сенің кесіріңнен Ғалымжан маған қалай ұрысқанын білемісің? Аяла, шырпыр болып жіберіңіз деп ыңғылдап жатты. Ашулы жеңгесі оның көз жасына да, жан азабына да қарайтын емес. Құтырған итте екі көзін шел басқаны соншалық, аяусыз жұлқылай берді. Егер тағы да осылай мінез көрсетсең, әке шешеңнен қалған суреттің бірін қалдырмай өртеймін. Ұқтың ба? Аяла, ұқтым дегендей басын изеді. Бар, жоғал, көзіме көрінбе. Аяланың жеңгесінің дегеніне көнгеннен басқа амалы болмады. Уақыт зымырап өте берді. Аяла үшін бұл үй тозақпен бірдей болды. Балжанның күннен күнге қатыгездігі артпаса кемеген жоқ. Уақыт өте берді. Аяла үшін әрбір күн қасырға татыды. Сол күні Аяланың туған күні болатын. Ағасынан сыйлық күтіп, жолына қараумен болды. Жеңгесінің мінезі, жекіріп ұрысқаны оған әсер етер емес. Бұл Аяланың 14-ші көктемі. Ағам маған сыйлық, тәттілер әкелер. Мені туған күніммен құттықтап құшағына басар деген қыз қиялын жеңгесі бұзалар емес. Алайда жұмыстан келген Ғалымжан ағасы ол жаққа бет бұрып та қарамады. Бұл күнде қарапайым күндердің тізіміне қосылды. Ағасынан жылулық күткен қыз көңілі қалып, бұл әділетсіздікке төзе алмады. Өңеші өксікке толып, әдеттегідей бөлмеде жылап жатқан жаны жаралы Аялаға Ғалымжанның еркесі Асылжан келіп, түрткілеп қоймады. Сіркесі су көтермей тұрған қыз байғұс оның еркелігіне төзе алмай, менен саған не керек, жоғал әрі деп, Асылжанның кеудесінен итеріп жібергенін өзі де байқамай қалды. Мұндайды күтпеген жас бала соққының әсерінен ұшып кете жаздап, басын үстелдің қырына соғып, шекесі жарылып, қан сорғалай бастады. Өз перзентін тірі жанға түрткізбеген, тіпті шыбын шіркейде шаққызбаған Балжан мен Ғалымжан перзентінің жан айқайын естігенде
желдей жылдамдықпен олардың жанына жетіп барды. Перзентінің қанға боялған бет-аузын көрген екеуінің де естері шыға жаздады. Өз құлыны үшін жанын құюға да даяр Ғалымжаннан ес кетіп, өз қарындасын аяусыз «Менің балама не істегенсің, хайуан? Жақсылықты білмейтін бәле» деп соққылай берді. Әлсіз, зіңгітті еркекпен арпалысуға қауқары жоқ қорғансыз қыз аяусыз соққыға жоғылды. Балжан мен Ғалымжан перзентін құшақтап ауруханаға жол тартты. Аяла қанша жыл бойы қабылдай алмай жүрген шешімге келіп, ол үйден бір жолата ізін суытты. Қараңғы түсіп, түн ортасы болып қалды. Әбден туыстарынан мезі болған қыз өзінің қайда баратынын, қалай күн көрерін білмей, үлкен түзу жолға түсіп кете берді, жүре берді. Өзінің қайда бара жатқанын білмесе де, кеудесін ешбір өкініш, қорқыныш кернемеді. Бар ойы ол үйге қайта келмейтіндей, туысымақ жаулары оны таба алмайтындай жерге кету еді. Жаяулатып қаншама сағат жүрген, күні бойына нәр тартпаған періште қыз жол бойына есінен танып қалды. Ал ұлының жарасын танып келген ерлі-зайыптылар Аяланы үйден іздеп таппай әбігерге түсті. Ай, ақмақ басым-ай, енді не істеймін? Оны қайдан табамын? Нем бар еді, оны сонша соққылап. Ғалымжан, қойшы, соған бола басыңда ортпай. Қайда барады дейсің? Оны кім құшақ жая қарсалар дейсің? Келеді әлі иттей болып. Өзі емес пе менің баламды өлтіріп қоя жасаған? Осының бәрі сенің кесірің. Сен қатым менің сорымды қайнаттың. Мен бе? О, сорлы бишара. Мен болмасам жүрер едің ағаңның күшігі болып. Соның берген тиын тебенін санап. Жетер, бұл әңгімені қозғама деп қанша рет айтамын саған. Қайда кетсе онда кетсін. Сол бәледен бір жыла құтылсақ болар еді әйтеуір. Шаршаттым мен әбден. Айтқандай шынымен жоқ болса жақсы емес пе? Ағаңның мал мүлкіне сен мәңгілік ие болып қаласың. Байлық, ақша, үй, көлік, осылардың бәрі біздікі болады. Баламызда ештеңеден тарықпайтын болады. Сен бар ғой, сен есіңнен алжасыпсың. Мен полиция шақырамын, оны іздеп табуым керек. Білгеніңді істе. Ал мен қатты шаршадым, демаламын деді. Балжан жайбарақат, еш алаңсыз бөлмесіне кіріп жатып қалды. Ал Ғалымжан полициямен бірге Аяланы іздеуге кірісті. Аяла қалааралық үлкен жолда ес-түссіз жатқан болатын. Өтіп бара жатқан көліктердің бірі ессіз жатқан қыздың қасына келіп тоқтап, орта жастағы ерлі-зайыптылар көліктен түсіп, қызға жақындады. Ей, Қадиша, жүгір көліктен су алып кел. О балай, ай қызым-ай, сау жерің қалмапты ғой. Не болды екен бұл қызға? Ай құдайым-ай, адамдар неге сонша қатыгез болып кеткен? Әлшер, ала ғой, міне су. Әлшер Аяланың бетіне су себелеп, еш жууына көмектесті. Әй қызым, саған не болды? Кім саған бұлай істеген? Кәне айт, үйің қайда? Біз сені үйіңе жеткіземіз. Айта ғой жаным, қорықпа. Біз сені үйіңе жеткіземіз. Әй отағасы, бұл қызды біреу әбден жәбірлеген тәрізді ғой. Полицияға хабар береміз бе? Не істейміз? Денесіндегі іздерге қарасам, осы бірнеше сағат бұрын соққылаған тәрізді. Сөйлеуге мұршасы жоқ, қарны аш. Көлікте ас-ауқат бар ма? Жол алыс болған соң салып алған едім, қазір әкелемін. Жоқ, қызды көтеріп көлікке отырғызайын, есікті аш. Келе ғой қызым. Абайла басын соғып алмасын. Әлшер мен Қадиша өздеріне арнап алған ас суынан Аялаға жегізіп, оның сәлде болсын әл жинауына көмектесті. Сұрақтарына бір жауап алармыз деген оймен екеуі де Аяланың бетінде үңіліп қарап отырды. Олар Аяланың айтары көп болса да айта алмайтынын қайдан білсін. Әлішер, атақты дәрігер хирург, өз ісінің маманы, Аялаға үңіле қарап оның мылқау екенін бірден ұқты. Қадиша, бұлай болмайды. Мен полицияға хабарласамын дегені сол еді. Аяла оған жалына бастады. Аяғына бас ұрып, хабарласпауын өтінгендей сыңай білдірді. Қағаз бен қалам сұрап жатқанын түсіндірді. Әлшер дереу көліктен қағаз қалам алып Аялаға ұсынды. Бірнеше минут өтіп
Олар қағаздан мына сөздерді оқыды. Аға, апа, өтініш, мені құтқарыңыздаршы. Мені оларға тапсырмаңыздаршы. Құлдарыңыз болайын. Мен олармен бірге бұдан әрі шыдай алмаймын. Менің әке-шешем жоқ. Ағам мен жеңгем мені асырап алған. Олар мені аямайды. Мені соққыға жыққанда сол ағам. Сондықтан мен олардан қашып кеттім. Жалынамын. Өтініш сіздерден. Мені алып кетіңіздерші. Бұл сөздерден соң Хадишаның көзінен мөлдір моншақтай жас тамшылары төгіліп сала берді. Қызды аяп, құшағына қысып, өксіп жылай берді. Жылауға да негіз бар. Осыдан 6 жыл бұрын дәл Аяла мен жастық өз қыздары да із-түссіз жоғалып кеткен болатын. Әлшер, өтініш қызды өзімізбен бірге алып кетейік. Кішкентай қызға осылай жасауға болады ма? Біздің қызымызда дәл Аяла секілді әдемі, көрікті болып бой жетіп қалар ма еді осы кезде? Бұл да бір Алланың бізге берген сынағы болар. Өтініш сенен. Сенің мықты таныстарың бар емес пе? Мүмкін күндердің күнінде болған жағдайдың бәрін Аяланың өз аузынан естуімізге көмектесерсің. Әрине бәйбіше, уайымдама. Менің әрқашанда әділеттілікті қолдайтынымды білесің. Ол оңбағанның сазайын тартқызамын әлі. Екеуі бір шешімге келіп, басқа қалаға, өз үйлеріне Аяланы алып кетті. Әлшер өзінің қол астындағы медбикелерге ауруханадан алдын ала орын дайындатқызып қойды. Ауруханаға жеткен бойда дереу ем шараға кірісіп кетті. Жараларын танып, бүкіл дене мүшесін тексеруден өткізді. Алла сақтап, ешбір ішкі дене мүшелеріне зақым келмепті. Екі медбикеге бұл жайында тірі жан білмеуін, ешкімге тіс жармауын қатаң түрде ескертіп кетті. Еңсесі түскен мұңлы күйлерін көрген Әлшер мен Қадишаның ұлы Айдар әке-шешесін көрген бойда шошып, мән-жайды сұрай бастады. Бұл отбасы осы 3 адамнан құралған. Айдар 17 жаста. Әлшер мен Қадиша үстел басында шай ішіп отырып, болған жағдайдың бәрін ұлдарына баяндап берді. Әкешім, анашым, мен сіздерді мақтан тұтамын. Жарайсыздар, өте сауапты іс атқарыпсыздар. Обалақ екен, неткен қиын тағдар. Әке, бірақ оны тауып алса, алып кетері анық. Оңбаған ағасы оған тағы не істер екен тауып алса? Жоқ ұлым, мен оған жол бермеймін. Мен бұл істі қадағалауға аламын. Ішкі істердегі досым бар емес пе, Досжан? Иә, Досжанға хабарласып бұл іске араласуын сұрап, ақыл кеңес аламын. Бұл қызға қолымнан келгенше көмектесіп, аянып қалмаймын. Әке, сіздей адамдар көп болса ғой шіркін. Түн ортасы болды, демалыңдар, ертең атқаратын іс көп. Әңгіме осы тұстан аяқталып, үшеуі де терең оймен ұйқыға кетті. Таң атысымен Әлшер досы Досжанға жолықты. Ұялы телефонынан Аяланың суретін көрсетіп, ол жайлы ақпарат жинап беруін сұрады. Түскі үзіліс уақытында ауруханаға маңындағы дәмханалардың бірінде кездесуге келісті. Түске дейін қайта-қайта сағатқа қарап, әрең уақыт өткізді. Күткен уақыт жетіп, екі дос дәмханада жолықты. «Я, Досеке, не білдің?» «Досым, сен қандай іске араласқаныңды білемісің?» «Не болды? Көп сөзбай айтсаңшы енді». Бұл қыздың әке-шешесі осыдан 11 жыл бұрын өз үйлерінде аяусыз өлтірілген екен. Әкесінің інісі Ғалымжан бұл қызды өз қамқорлығына алған екен. Менімше қыздың айтып отырған ағасы осы болса керек. Қазір біздің жігіттер бұл қызды іздестіру үстінде. Бұл қыз үлкен мұраға ие. Әкесінен қалған бүкіл байлық қыздың артында. Қыз 16 жасқа толмай ол байлықты игере алмағандықтан, қазір ол дүниенің бәріне ағасы иелік етуде. Қызды таппай тынбасы анық. Керісінше, мен олай ойламаймын. Олар үшін Аяладан құтылғаны дұрыс болар. Неге олай ойлайсың? Өзің ойлашы. Егер Аяла 16-ға толса, олар бүкіл байлығынан айырылады. Ал егерде таппаса, байлық өздерінде қаларына қуанатын болар. Досым, саған дос ретінде емес, адамгершілік тұрғысынан өтініш жасап отырмын. Олардың қызды тауып аларына жол бермеші. Бірақ өтінемін, бұл қыздың өміріне қауіп төніп тұр. Сенің міндетің адамдарды қорғау емес пе? Ендеше бұл қызды да қорғауыңа ал. Бірақ біздің жасап отырғанымыз заңға қайшы. Досым, кейде әділеттілік орнату үшін заңға қайшы шығуға тура келеді. Жақсы, келіспеске амал бар ма?
сенің дегенің болсын деп шығып кетті. Екі дос қорғансыз қызды өз паналарына алды. Бұл уақытта Ғалымжан мен Балжанның шаңырағынан береке кеткен еді. Екеуі ит пен мысықтай қырылып, бір шешімге келе алмай ұзақ дауласты. Ғалымжан, жетер енді. Сол сайқалды іздегенді тоқтатшы. Не керегі бар оның бізге? Одан құтылғанымыз дұрыс емес пе? Сен қатының ойлайтының тек қана ақша, титтейде болсын мейірім жоқ па сенде? Ол менің қарындасым, ағамның аманаты. Ол қазір қандай күйде, қайда жүр деп ойламайсың ба? Өз балаң солай жоқ болып кетсе қайтер едің? Ғалымжан, күлкімді келтірмеші. Қай ағаңның аманаты еді ол? Сен өз қолыңмен. Жетер, жап аузыңды. Бұл әңгімені қозғама деп қанша айтам мен саған. Мені сол іске итермелеген мына сен емес пе? Егерде тағы да сол әңгімені қозғасаң, өзіммен бірге сені де көрге алып кетемін, ұқтың ба? Ой, болды Доғар. Ол қыз осы күнге дейін тірі жүр деп ойламаймын. Әлдеқашан бір жерде ит пен құсқа жем болған болар. Оны кім құшағына басар дейсің? Адамдар қазір өз туысынан аямайтын заманда. Ол қайыршыны кім үйіне кіргізер дейсің? Өтініш Балжан, ауырып тұрған басымды одан әрі қатырмай жөніңе кетші. Ғалымжан терең ойға батып отырған орындығында ұйқыға кетті. Ал Аяланың жағдайы күн өткен сайын жақсара берді. Әлішер Аяланы өз үйіне алып барып, үйден шығармай бар жағдайын жасады. Жеке оқытатын мұғалім жалдады. Шетелден білікті мамандар шақыртып, Аяла сөйлеп кету үшін ертеңгісінен аямады. Қажетті емнің бәрін жасатып, тілге келуін асыға күтті. Аяла өз ағасынан көрмеген мейірім, жылулықтың бәрін Айдардан сезінді. Айдар да Аяла үшін аянып қалмады. Әркез демеу болып, оның қайғысын ұмыттыру үшін бәрін де жасады. Екеуі көп уақытты бірге өткізетін. Арадан айлар өтіп, Аяла ол отбасының өз қызындай болып кетті. Ағасы Ғалымжан іздеу жұмыстарын тоқтатты. Балжанның қуанышында шек жоқ. Бірақ та Ғалымжанның жаны жай таба алмады. Санасында сан сұрақ, ол сұрақтарға еш жауап таба алмай қойды. Аяланың жүзінде күлкі болғанымен, көңілінде аласапыран. Әке шешемді кім неге өлтірді? Өз ағамнан көрмеген жақсылықты өзгелер маған не үшін сыйлап жүр? Туғандарым неге сонша қатыгез болды? Дәл осы сұрақтары оны күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырды. Көздің күні күн күркіреп нөсер жауын жауды. Қадиша дүкенге азық-түлікке кеткен кезде Аяла есік алдына шығып, жауынның астында көз жасына ерік берді. Дүкеннен келген Қадиша Аяланы көрген бойда жүгіріп келіп, қолтығынан демеп, ішке кіргізді. Ботақаным-ау, сенің мұның де не болды саған? Үсті басың малмаңдайсу, дереу киімдеріңді ауыстырайық. Кәне келі ғой. Қадиша қыздың киімдерін ауыстырып, жылы төсекке жатқызды. Күн батып жұмыстан келген Әлішерге бар жағдайды баяндады. Жағдайын білейін деп бөлмесіне кіріп еді, от болып күйіп жанып жатқан Аяланы көріп, біраз кідіріп тұрып алды. Дереу жүгіріп дәрі-дәрмек қобдишасын әкеліп, қызу түсіретін дәрі ішкізді. Маңдайына дымқыл шүберек қойып, отырғанда Айдар келіп, ол да алаңдап қалды. Үшеуі қатты қиналып жатқан Аялаға телміре отқанда, әлсіз еріндері дірілдеп, әке, ана, жым деген дыбыстар естілді. Өз көздеріне өздері сене алмады. Қуаныштан жүректері жарыла жаздады. Қызуы түсіп, өз-өзіне келген соң оған сөйлей алатынын айтқанда, Аяла өз құлағынан естігеніне сене алмады. Қызым, ботағаным, енді бәрі жақсы болады. Сен сөйлей аласың. Қане, тағы тырысып көрші. Аяла көзін жас алып, баяу дірілдеген дауыспен, рахмет дегенде, Қадиша құшағына қысып, жылап жіберді. Ал Аяла болса сол сөзді қайталай берді. Төртеуі түгел құшақтасып, көз жасын төкпеген адам қалмады. Қызым, болды. Өзіңді қинай берме, саған әлі жаттығу керек. Өзіңді шаршатып қоясың. Кешкі асты бәрі мәз мейрам болып ішті. Күн өткен сайын Аяла бірте-бірте еркін сөйлей бастады. Жылдар өтіп, көптен күткен 16-шы көктемі де келіп жетті. Туған күнінде үнемі ағасынан сыйлық тәттілер күтетін. Ал ағасының
құттықтау орнына ұрыс еститінін есіне түсіп, көңілі жабырқап қалды. Сол күні Әлішер мен Қадиша Аялаға арнап үлкен дастархан жайды. Айдар Аяланың көзін байлап, қонақ бөлмеге алып келді. Көзін ашқанда Аяла қарсы алдындағы көріп таңырқап қалды. Түрлі сыйлықтар, үлкен торт, жайнап тұрған дастархан. Отбасы мүшелері әдемі тілектерін қаршы жауғызды. Әдемі кеш соңына жеткенде Әлішердің түрі бұзылып, маңызды әңгіме бастады. Қызым, саған айтар сөзім бар. Мені дұрыстап тыңда, жарай ма? Сен әкеңнен қалған жалғыз мұрагерсің. Әкеңнің компаниясы, үйі, көлігі, бүкіл бар байлығы саған тиесілі болатын. Сенің жасың жеткенше өкіл ретінде, сенің асыраушың ретінде, сенің бар байлығыңды Ғалымжан басқарып келді. Онысымен қоймай саған көрсетпегені жоқ. Қазір олар сені өлдіге санап, әкеңнен қалған мұраның бәрін өздеріне иемденіп алған. Сенің олардан кек алғың келмейді ме? Саған жасағандары үшін сен дұрыс түсін, маған ол байлық қажет емес. Тек жұмысы жоқтық, қарны тоқтық, азғырар адам баласын деп Абай атамыз айтқандай, оның ұлы теріс жолға түскенін естідім. Оңай жолмен келген ақша олардың көздерін көр соқыр еткен болу керек. Аға, мен сізге ренжімеймін, сіздікі орынды. Мен оларды жек көремін. Өз үйімде өзімді қорлап келген сұмырайлардың жазасын тартқызамын. Өзімде осы күнді асыға күттім. Тек мен бұл істі қалай істеймін? Маған тағы да сіздің көмегіңіз керек. Бірақ сіздің де басыңызға қауіп төндіремін бе деп қорқамын. Қызым, саған еш алаңдаудың қажеті жоқ. Тек мына арыз қағазына қол қойып берсең болды. Аяла еш ойланбастан сол қағаздарға қол қойып берді. Заң жүзінде ұрып соғу, дене жарақатын салу, жәбірлеу, тәрізді тармақтар бойынша және өзгенің мүлкін иемдену бойынша Аяла Ғалымжанды сотқа берді. Әлішер дәлел ретінде Аяланы тауып алған кездегі дене жарақаттарын түсіріп, алған фотоларды жинап қойған болатын. Ғалымжан сотқа шақырту қағазын арызданушының аты жөнін көргенде тоқ соққандай есеңгіреп қалды. Балжаңда аң-таң. Ғалымжан онсыз да өзін өзі жегідей жеп біткен еді. Осылай боларын іштей сезгенде болатын. Сот белгіленген күнде келіп жетті. Аяла мен Ғалымжан тұспа-тұс отырды. Аяла Ғалымжанның көзіне тіке қарап, сұрақтарыма жауап бер дегендей еді. Өте көрікті, әдемі ағасынан аумайтын бой жеткен қарындасын көріп, оның аға сұрақтарыма жауап бер, маған неге олай жасадың дегенде, Ғалымжан отыра кетіп еңкілдеп жылады. Аға дейсің бе? Бұл сөзді, бұл тәтті дауысты осыдан 13 жыл бұрын естігенде, неге тас жүрегім жібімеді екен? Неге? Мені олай атама, мен ол сөзге лайық емеспін. Сен мені кешір алсаң кешіре көр құлыным. Мендей сормаңдай адамды кешірші бұтағаным. Мен жауызбын. Мен жаман адаммын. Ғалымжан есінен айрылғандай адамдай өз-өзін тырмалай бастады. Жұрт шулап кетті. Ғалымжанды сабырға шақырып, сұрақтарға нақты жауап беруін талап етті. Жарайды. Болды. Мен бәрінде бүгін айтамын. Осы күнге дейін өзегімді өртеген өткенімді баяндап берейін. Осыдан 13 жыл бұрын ағам Нұрлан өзін сүйген қызбен некемді қиып, ұлан асыр той жасап берді. Алған жарымды ес-түссіз сүйдім. Махаббаттан көр соқырға айналдым. Өзім сабырсыз тұштақай бала болатынмын. Ағам менен ештеңесін аямады. Қымбат көлік, алтын сағат, қымбат телефон менде бәрі болды. Ал мен ессіз құмар ойындарына кіріп кетіп, қолымдағының бәрін ұтқыздым. Оны білген ағам мені кішігірім үйге көшіріп, бір тиында бермей қойды. Онысы дұрыс әрине. Мені адам болсын, ақшаның қадірін білсін, жоқшылықта жасап көрсін дегені болар. Ал мен сорлыс, оны қайдан білейін? Ақшаның құлына айналған мен ақмақ, ағамның маған жақсылық ойлағанын қайдан білейін? Қатыным күнде, олар кең сарайдай үйде отырғанда, біз неге мына лашықта тұрамыз? Оның қатының алтындары қорапқа симайды. Сен маған қашан алтын алып бересің? Олар қымбат мейрамханада ас ішсе, біз неге қатқаннан жеп отыруымыз керек? Деген сөздерімен мүлдем ақыл есімнен айырылды. Ашуға булығып, тіке оған қарай жол тарттым.
Оның жағасына жармасып, неге мені қинайтынын сұрадым. Ал ағам болса мені үйден қуып шықты. Ашуым одан әрі күшейіп, ақыл санамды басқара алмай, өте үлкен күнә жасадым. Өз ағам мен жеңгемді аяусыз өлтірдім. Осы күнге дейін шыдағаным жетер. Бұдан әрі шыдай алмаймын. Қарындасым, мені кешіре алсаң кешіре көр. Бұл сөздерді естіген Аяла орнында тұра алмай жүгіріп, келіп ағасының жағасынан ұстап шұлқылай бастады. Неге олай еттіңіз? Бұл азапты көрсеткенше әке шешемнің қосып мені неге өлтіре салмадыңыз? Әбден өзін өзі мүжіп, құр сүйегі қалған Ғалымжан жерге сылқия құлап есіне тынды. Жедел жәрдем келіп жетемін дегенше Ғалымжан сол жерде жүрек талмасынан көз жұмды. Ақша мен алтын тола сөмке мен шекері аспақ болған Балжан мен ұлы тұтқындалып, темір торға қамалды. Аяла өз әкесінен қалған мұраны қайта иемденді. Өзінің жаңа отбасымен келісе отырып, әкесінен қалған үйді сатып, түскен қаражатты ауру балалардың еміне аударды. Арадан 2 жыл өтіп, бұл шаңырақта ұлан асыр той болды. Айдар мен Аяла шаңырақ көтерді. Аяла енді бұл отбасының толыққанды мүшесіне айналды. Қайғы мұңның бәрі артта қалып, бақытты күндер басталды. Бәрі де бақытты күндер кешті. Әңгіме осымен аяқталды. Сіздерге ұнады ма? Зер салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Әңгімені бітіріп, иығымнан ауыр жүк түскендей болды. Баршаңызға түн тыныштығын тілеймін.